Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің аты-жөнім Мұратқызы Анар. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы 3D редактордағы объектілердің модельдерін құру. Сабағымыздың мақсаты объектілер мен оқиғалардың 3D моделін құруда құралдарын тиімді пайдалану. Сабағымыздың термин сөздері компоненттер, компоненты, компонент, стильдер, стили, styles. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын мына сұраққа жауап берейік. Объектілердің 3D моделін қай сала мамандары көп қолданады? Инженерлер мен сәулетшілер өз салаларында құрылыстарды, ландшафттарды, көліктердің құралдарын, ғимараттар мен құрылыстарды көрсету үшін модельдеуді қолданады. Әр түрлі программада өнімнің тартымды әрі көрнекі болуын қамтамасыз ететін объектілер бар. Мысалы ретінде мәтіндік редакторда мәтінмен қоса дыбыстар, графика, диаграммалар және автофигураларды кірістіруге болады. Осындай программадағы объектілерді кірістірілген объектілер немесе программалар деп атайды. SketchUp бағдарламасында 3D модельдерді шынайы объектіге ұқсату үшін шаблондар, кірістіру және бояу қолданылады. Оларды қолдану үшін біз терезе окно мәзір бөліміндегі материалдар, компоненті және стильдер модульдерін қолданамыз. Материалдар модулі программада құрастырылған модельді бояуға, объектінің сыртқы бейнесін, табиғи көрінісін жақындатуға көмектеседі. Мысалы ретінде, үйдің моделін құрастырғанда қабырғаларын шынайы көрініске кірпіштен немесе ағаш ретінде бояп қоюға болады. Компоненттер модулі дайын объектілерді программаға кірістіреді. Іздеу жолағынан көмегімен 2D немесе 3D модельдерін дайын эскиздерін интернеттен жүктеп, көшіріп алуға және оларды қайта өңдеуге, толықтырып, қайта құрастыруға да болады. Стильдер модулі құрастырылып жатқан объектінің бейнелеу стилін өзгертеді, әрі түрлі түсті етіп ауыстырады. Практика жүзінде SketchUp бағдарламасында қарастырып көрейік. Ол үшін бірінші тіктөртбұрыш таңдаймыз. Тяни-толкай құралы пайдаланып, тіктөртбұрыштың үстінен басып көтереміз. Енді берілген объектімізді бояу үшін терезе материалы модулін таңдап, қабырғаны бояу үшін кірпішті таңдаймыз. Енді төбесін бояу үшін кровля бөлімінен черепицаны таңдаймыз. Осымен біздің бірінші практикалық жұмысымыз аяқталды. Екінші практикалық жұмысты қарастырайық. Екінші практикалық жұмысымыз малға арналған жайылым қоршауын моделін құрастырамыз. Ол үшін тіктөртбұрыш таңдаймыз. Тяни-толкай құралмен көтереміз. Бірінші бетін. Енді бұл жерде материалдар модулінің ішінен растительность өсімдіктер таңдаймыз. Енді қоршау жасауымыз керек. Ол үшін ограждение, қоршау.
таңдаймыз. Қоршау. 4 қабырғамызды қоямыз. Малға арналған жайылым қоршауының моделі. Жақсы, осымен біздің практикалық жұмысымыз аяқталды. Оқушылар, сіздерге арналған бірінші тапсырма. Берілген командалардың тізбегін орындай отырып, компоненттер модулінің қызметін зерттейсіздер. Егер командалардың тізбегін дұрыс орындаған болсаңыздар, нәтижесінде сіздерде осындай модельдер шығу қажет. Екінші тапсырма. Вен диаграммасының құралдар мен кірістірілген объектілердің ұқсастығы мен айырмашылығын жазыңыздар. Рефлексия. Берілген сөйлемдерді аяқтаңыздар. Менің сабақта есімде қалғаны, сабақта мен үшін жаңалық болғаны, маған қиын болды, маған бәрінен ұнағаны. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.